Ең біріншіден сізді Ордабасы футбол клубының сапындағы 150 матч өткізген мерейтойыңызбен тағы да құттықтағымыз келіп отыр. Бүгін біз осы клубтағы сіздің ең үздік 5 голыңызды таңдап алдық. Сол сәттердегі сезімдеріңізбен бөліссеңіз дейміз. Дайынсыз ба? Дайынмын. Ендеше бастайық. Смотрим угловой. Исполнение Ордабасы, третий угловой, счет по угловым 3-0. Азат Нургалиев, подача. Гол! Как прекрасно, как прекрасно. Пробил. Премьер-лигадағы бірінші голым болғаннан кейін бұл есте қалатын гол болады деп ойлаймын. Өте жақсы әсер болды. Олма келесіне. Несколько игроков Ордабасы, чужой штрафной удар, 1-0, Тимирлан Ерланов результативно подключился к этому стандарту и головой отправляет мяч в ворота Стаса Покатилова. Алматинцы не ожидали таким образом Ордабасы. Да, өз командасының үздік футболшы болады деп айту қиын. Яғни шымкенттіктер бұл кездесуде голды осылайша соқты, және Ерланов үшін бұл өте... Мынау екінші голым, Қайратқа салған голым. Бір есте қалатын бір сәт бар еді. Осы голда Еркебұлан Тұңғышбаевты көріпсіздер ғой. Бато дегенге блок қойып тұр, соны маған пастайын есіме салатын еді. Осы голды мен саған алып келіп бердім деп айтады. Жуау Паулу. Подача, удар по воротам, и счет становится 4-0. Тимирлан Ерланов воспользовался шикарной передачей. Первый гол в этом сезоне забивает Тимирлан Ерланов. 9-5-ке салған голым. Чемпионатта негізі өздеріңіз білгендей, бүкіл голдарымды мен сәжде істеп, сәждемен екен. Аллаға шүкіршілігімді айтып, сәжде істеймін. Гол салған кезде. Давайте следующий гол посмотрите вместе. Давай, прокомментируем. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Видишь? Ногой, блядь. Перемотанной ногой, не только Он быстрее бегает, да? не только головой, видишь? Красавчик. А у Севы по прическе что делать? А есть там, где вы ногами забиваете? Смотри, а ну покажи Севу. Сева показать? Можно я свое мнение выскажу? Теперь я понял, что он волосы и бороду отрастил. Все. Бір әсері ғой. Любой гол салған кезде бір әсері болады өзі. Оны сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Мына ойында Астанамен гол салғам негізі. Шешуші гол болып негізі шықты. Голдан кейін біз кубокқа шыққан едік финалға. Бірақ бұл моментте өзім ақырында до последнего дейді ғой. Сонда гол деп ойламадым. Өзіміздің жанкүйерлерімізге енді мыңда бір алғыс. Үстіп әр ойынға стадионды толтырсақ деп ойлаймын. Бәрлеріңізге, баршаларыңызға рахмет. Үстіп қолдап атқандарыңызға. Жеңісті күндерде жүздесейік деп.